Қазіргі заманғы сөйлеу этикетінің 5 ережесі. Нені білу керек? Жалпы әңгімелесу барысында этикет ережелері бізге әрдайым айналадағы адамдармен жылы қарым-қатынаста болуды ұсынады. Сөйлесу кезінде қатты дауыс көтермей, сөздерді сабырлы, асықпай, анық әрі түсінікті жеткізіп, әңгімелесушіні бөлмей тыңдаған жөн. Бірінші ереже – тыңдай біліңіз. Әңгімелесу барысындағы ең басты ереже – тыңдай білу. Егер тек сіз сөйлесеңіз, өзгелерге қызықсыз болуы мүмкін. 20 секунд ережесі бойынша әр жауап шамадан тыс ұзақ болмауы керек. Әйтпесе әңгіме қарқыны жоғалады. Сонымен қатар әңгімелесушіні бөлуге болмайды. Екінші ереже – ашық сұрақ қойыңыз. Кейде әңгіменің тоқтап қалуы адамның тек жабық сұрақ қоюынан. Сіз киноға жақында бардыңыз ба, жазда демалысқа барасыз ба? Мұндайда әңгімелесуші әңгімені жалғастырамауы мүмкін. Үшінші ереже – есімдерді есте сақтаңыз. Әңгіме барысында бірнеше рет адамның есімін атап айтыңыз. Бұл әңгімелесушіге ұнайды. Егер ұмытып қалсаңыз немесе есім анық естілмесе, қайта сұраудан тартынбаңыз. Төртінші ереже – әңгімелесу кезінде телефонды қолданбаңыз. Телефонға үңілген адам «маған жоламаңыз» дегендей болады. Ал әңгіме кезінде телефон шығарып қарау «маған қызық емес, маңыздырақ шаруам бар» деген белгі. Мұны есте сақтаңыз. Бесінші ереже – қауіпті тақырыптарды қозғамаңыз. Қақтығысқа апаратын немесе жағымсыз жалғасы болуы мүмкін тақырыптардан аулақ болыңыз. Мысалы, саясат, дін немесе соғыс.